сол кісімен ақылдасу барысында жаңағы оғыздың негізі, қарлықтың негізі, қыпшақтың негізі деп өйстіп бөліп алдық төртке. Сосын енді бұлғар тану негіздері деген саланы өткен кезде енді чуваш тілі бар, тағы басқа тілдерді өтеміз, солардың негізін береміз деп ойлаймыз да, тілдік тұрғыдан. Сосын қарлықтануды оқытқанда қарлықтану негіздерінде өзбек пен ұйғырдың тіліндегі негізгі ерекшеліктерді үйретеміз деп. Бұл мәселенің барлығын біз сол жаңағы 4 бірлестікке біріктіру арқылы шешіп, қазіргі мына оқып жатқан түркітану мамандығы бізде осы 4 бірлестіктің де жаңағы тілдік әрі әдеби элементтерін меңгеріп шығады деген ойды ұстап отырмыз әзірге. Бірақ болашақта сол анау бұрыннан Құдайберген Жұбановтан бастап армандап кеткен сала ғой қыпшақтану негізінен. Қыпшақтануды сол Құдайберген Жұбановтың жұмыстарынан бастаймыз. Одан кейін Нығмет Сауранбаев бар. Содан кейін жаңағы Әбжан ағайдың айтқан қыпшақтану кодекс куманикустың тілі, немесе жаңағы Данахикар тілі деген сияқты армян қыпшақтарының тілі. Осындай жаңағы қыпшақтың өзі ары қарай бөлікке бөлінеді ғой ағай. Сол жаңағы бөлімдер бойынша қыпшақтану жаңағы специализация дейді ғой, мамандандыру. Сондай бір бөлігін ашсақ па деп отырмыз біз келесі. Бағдарламаларыңыз өте жақсы екен. Иә, сол қыпшақтанудан ары қарай қазақтануға бару ғой мәселе. Сонда жаңағы бірнеше ғалымдар жиналып ақылдасқан кезде негізі орта ғасырды алып, қайта ғалымдарды сол орта ғасырға қарай шоғырландырып атқанымыздың үлкен себебі сол қыпшақтанудың бастамасын неден бастаймыз, кім оқытады оны, және ол бір жерде оқытылса, мысалы Абай университетінің идеясы бойынша оқытылғанымен де, оған мысалы Казгудың шәкірті де, жаңағы Енудың шәкірті де кіре алатын бір ортақ дүние болса, сонда біз қыпшақтануды тез, тиімді, әрі жаңағы жан-жақты түрде әртүрлі әдістермен дамытып жібереміз деп ойлаймын. Бұл сондай бір ойлардан туындаған. Негізі әзірге біз осы орта ғасыр мамандарымен байланыс орнатып, солардың жалпы сөйлеуін, бағытын, қандай нәрсе мәселелерді қамтып жатыр, соны тыңдап отырмыз. Келесі осы алдымыздағы 21 жылда да 8-ге жуық осындай дәрістерді тыңдаймыз деп ойлаймыз. Себебі мына Zoom-ды пайдалану керек. Бұл бізді жаңағы еш жаққа ешқандай ақысыз ақ барып тыңдауға болатын мүмкіндік беріп тұр. Сондықтан 2 апта сайын, ақпан айынан бастап 2 апта сайын түркологиялық семинар ұйымдастырып отырамыз деп ойлаймыз. Рахмет. Бұған енді тікелей қатысатындар уақытында жаңа мен пошталарыңызды жазыңыздар, ғалымдар деп жазып атқаным. Пошталарды жинап, соларға түгел хабар беріп отыру мақсатында. Майра, сіздің айтып отырғаныңыз жаңағы, бұл қазір университеттің ішінде болашақта ол онсызда да сондай бағдарламамен қазір біз соған келе жатырмыз. Басқа университеттерден де сондай пәнді таңдауға қазір студенттердің мына 21-22 оқу жылында ондай бар ма білмеймін, қазір университетшілік. Мысалы, қазақ тілі мен әдебиетті бітірген бала тек қана қазақ тілі мен әдебиеттің пәндерін оқу керек деген емес. Қазір білесіздер, кейбір мамандықтардың жарамай қалатындығын айтқан болатын елбасы. Биылда да президент айтты, тіпті мына заңгер мамандығының өзінде барлығын машина, компьютер істейтін сондайға келе жатырмыз. Сондықтан бала бір мамандық қана емес, бірнеше мамандық алатындай жағдай. Сондықтан сіз ол пәніңізді оның бәрін білемін мен, университеттің студенттерге таңдай алады. Сондықтан менің ойларымның бәрі сол Астанадан 19-шы жылы үлкен опының семинарынан өткеннен басталды. Негізі мен түркология және туризм деп ашуым керек болатын мына мамандықты. Туризмді қатыстырудың қажеті жоқ. Туризм олар өздері өз көзімен барып түріктің алыс емес екенін көруі керек. Туризм басқа нәрсе, ол экономикалық жағдайлар, оны қайтып оқытасыздар. Дұрыс қой, майнер мен мажорды. Жалпы әріптестер, кешіріңіздер, сіздеріңізді көрейін. Мына жерде жалпы біздің ғылымды
халықаралық деңгейге шығару деген үлкен проблема бар. Біздер көбінесе осы түркология ғылымы болсын, тіл ғылымы болсын, тарих ғылымы болсын, әсіресе Қазақстан тарихы өз шеңберімізден шықпай жатырмыз. Орысша айтқан уақытта собственным соку дейді. Мынау біз халықаралық деңгейге шығару үшін қазір Скопус, Томпсон деген бәлелер бар. Өткен 2019 жылы Түркістанда рухани жаңғыруға арналған бағдарламада Ислам Жеменияға болып, Сыртбай Мұсаеваға болып, біраз адамдар болды. Сол кезде жалпы түркі тілдес халықтар үшін Скопус пен немесе Томпсон сияқты қиыршыққа индексация жасайтын бір ортақ журнал ашу туралы және халықаралық журналдарда кешірерсіздер, ол сөзді ұяттық жоқ дейді. Біздің ғылым, біздің тарих, біздің тіл жөнінен дүниежүзілік стандарттарда түскірмейтінде жағдай бар. Сондықтан бұл жағдайда біз ғылымды шығару үшін еврейлердің ұсынып жатқан жасыратын жоқ оны, Скопус, қиырш, индексация тағы басқа деген нәрсенің бәрінен құтылу керек. Әсіресе мынау жаратылыстану ғылымдары университеттерінде, медицина болсын, жаңағы ауыл шаруашылық болсын, басқа да институттар университеттердің келген уақытта біздерде көбінесе қайдан кенже қалатынымыз. Анандай индекс жоқ, мынандай процент жоқ, 0,1 деген, 0,2 тағы бір деген деген сияқты бәле бар. Сондықтан тіл, тарих, тағы басқа қоғамдық гуманитарлық пәндер саласын ортақ бір журнал соны құру жөнінде мәселені біз сол конференцияның кешіріңіз неден қаулысында қабылдап Құлбек аға бар Ергебек Түркістанда болған конференцияда ақпарат министрлігіне жібергенбіз. Оның тіпті соның жауабы қандай екенін сол конференцияның жинағы да шыққан жоқ, ештеңе де жоқ. Сондай мәселені көтеру керек. Біз әйтпесе осы Қазақстанның оқу орындары өзіміздің соқ дейді, өзіміз шырнымызда өзіміз қазанымызда өзіміз қайнап жатырмыз. Сыртқа шығару үшін түркі тілдес халықтары болсын, немесе түркі мемлекеттері бола ма, басқаша бір индексация қажет, және қоғамдық гуманитарлық пәндерге мүлдем басқа индексация қажет. Сол жайында көтеріп көрсеңіздер, сіздер жоғары дәрежедегі адамдарсыздар. Кешіресіз. Жақсы, фольклор бар. Түркиядан фольклорға қатысты халық фольклор деген журнал бар, Скопус. Жаңағы Татарстанның Алтын Орда дәуіріне шолуы бар. Ал енді вақтың журналына шығу, Казгудың хабаршысына шығу ол оңай емес. Болашақта осы Казгудың хабаршысы, ЕНУ-дың хабаршысы сондайға дайындалып жатқаны ол жасырын нәрсе емес. Ал енді бізде қазір ғылымды ойыншыққа айналдырғандар, кез келген тасты лақтырсаң ғалымға тиеді, бірақ ол ғалым ба, ғалым емес пе деген мәселе туады. Және ғылымды ойыншыққа айналдырып жатқандар бар. Неге менің түсінбейтінім, магистрант пен магистр емес, магистранттың мақаласына бірігіп шығу вакт журналында. Бұл не, ғылым ба сонда? Бұл осындай нәрселер тыйылмайынша қазақтың бүкіл нәрсесіне кедергі келіп отырған басқа ешкім емес қазақтың өзі. Қазақтың жауы қазақ деп бекер айтылмаған. Сондықтан да ғылымды ойыншыққа айналдырмау керек. Ғылымға ойыншыққа айналдырған кезде ол қалай Скопус нәрсесін айтасыз? Ал енді Казгу осы жерде шыққандарыңыз бар ма биыл? Казгудың журналына шығу деген сөз Скопусқа шығудан қиын. Себебі Скопусқа шығуды бәрі сатып алатын болды. Қазір оны алада делдалдар. Ал Скопуста тіпті филология деген жоқ. Мына Германияға барсаңыз, олар ешқандай талап етпейді. Міне осы тұрғыдан келгенде біздің ғылымның ойыншыққа айналып бара жатқан естен шығармаңыздар. Ғылымға қазірден бастап дұрыс қарауымыз керек. Өзіміздің ұлттық ғылым өзімізге ғана керек. Европалықтарға, еврейлерге шайтанға да қажет жоқ, кешіресіздер. Ол Скопус идея ұрлау үшін, ол медицина, техникалық нәрселерге қатысты. Мен айтып отырмын ғой, гуманитария деген нәрсе оларда жоқ. Әлеуметтік мәселелерді қарастырады. Абсурд ол жағынан апа, дұрыс айтасыз. Әрине, ол жоқ та, ондай журнал таппайсыз. Сіз ойыңызды аяқтайсыз ба? Майра. Жақсы. Гүлзаттың сұрағына жаңа жауап бердіңіз, иә? Жоқ, қысқаша жауап бердім ғой. Біраз уақыт болды. Мұрат ағайдың дәрісі арт жағынан мамандықтың мәселесі болып кетті. Иә. Бәрі де өзекті мәселе ғой енді, ғалымдар. Иә, бәрі де өзекті мәселе. Рахмет Гүлнар ханымға, жан айқайын айтып жатыр ғой Гүлнар. Иә, Гүлнар апай, сіз бақытта отырғаныңызға рахмет біздерді. Сонымен келесі отырысты қай уақыт дейміз, Гаухар? Айтамыз. Гаухар ұйымдастырушы. Ұйымдастырушы мен жеке ғалымдармен хабарласамыз. Сөйлесіп аласыз ба? Иә, Мұрат ағайдан аламыз сіздердің ақпараттарыңызды. Гүлнар апайға риза болып отырмын.
барлығына қатысып отыр, барлықтарыңызға алғыс. Гүлнар апай, сіз осы жаңағы нені хабаршылар, солар туралы бір лекция өткізсеңіз. Хабарласып айтамыз енді. Мен ондай лекция Сіз өткізуге түркітанушысыз ба? себебі мен хабаршының редколлегия мүшесі емеспін. Ондай скопус туралы, хабаршы туралы ол оқу үшін ол соның редколлегияның мүшесі болу керек. Мен экспертта да емеспін, сондықтан оған мен ондай Онда өзіңіз түркітанушысыз ба? Қандай сала бойынша? жоқ. Мен Нұржамал Оралбаевадан қорғадым, жақында ғана Морфология. Қазір қазақ тілі морфология, сосын термин образование, термин жасамынан докторскийімді дайындаған, монография болып шықты. Сондықтан бұл терминология дегенде қазақ тіл білімінде қаны тамшылап тұрған нәрсе екенін өздеріңіз білесіздер. Ұлт тіліндегі терминдерді жасай алмай жүрміз. Ұлт тіліндегі терминдерге қатысты лекцияны кез келген уақытта оқып бере аламын. Жақсы. Жақсы. Майра, қорытындылайық. Рахмет. Сонымен бүгін сондай бір мазмұнды, мәнді өзіміздің жаңағы арғы бабаларымыз қыпшақтар туралы, солардың сөз қолданысы туралы, солардың қалдырып кеткен жазбаларындағы Алтын Орда кезеңіндегі немесе Алтын Орда қолжазбаларындағы мәселелермен тікелей бетпе-бет келіп Мұрат ағайдың арқасында таныстық. Сол танысулардың артында үлкен жұмыстар, жаңағы үлкен ғылыми ой түрткілерге жол ашты деп ойлаймыз. Сондықтан осы онлайн семинарымыздағы, басқосуымыздағы қатысқан Батыс Қазақстан Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университетінің ұстаздары мен шәкірттеріне, Абай атындағы өзіміздің педагогикалық университеттің шәкірттеріне, сонымен қатар бірнеше жаңағы Әл-Фараби атындағы университеттің ғалымдары қатысты, Гүлдархан апай бастаған. Осы барлық ғалымдарға бір құнды, жақсы мазмұндағы дәріс тыңдата алдық деп ойлаймыз. Сол біз өзіміздің онлайн семинардың мақсатына жеттік деген оймен қазір семинарды жабық деп жариялаймыз. Рахмет бәріңізге, тыңдағандарға да, ұйымдастырғандарға да көп рахмет айтамын. Жақсы күндерде кездесейік бәріміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Мұрат ағай, рахмет. Жақсы, әдемі күндерде. Рахмет, Мұрат ағай. Сау болыңыз. Пәле-желеден аман болыңыздар. Көп рахмет Мұрат ағай сізге. Рахмет. Рахмет, көрінбейтін жауды жеңейік бәрімізде. Тәуелсіздік мейрамы құтты болсын, алда келе жатқан жаңа жылдары. Рахмет, Гүлнар апай, сау болыңыз. Сау болыңыз. Бауыржан Шәмші ағамызға да рахмет. Бауыржан Шәмші ағай көп. Жақсы, рахмет.